Сәлем достар, бүгін ТГО бойынша нұсқа талдау болады. Бірінші есепке назар аударайық. Бағасы 55.000 теңге тұратын Apple iPad 15%-ға арзандады. Егер 2 iPad сатып алсаңыз, неше теңге үнемдер едіңіз дейді. Бұл есепті калькулятормен және пропорциямен шығаруға болады. Калькулятормен шығару үшін 55.000 көбейту 15% деген белгіні басамыз, тең дейміз. Сол кезде бізде 55.000-нің 15%-ын шығарып береді. Сонда 15%-і 8.250 теңге болады. Оны 2-ге көбейтіп шығара саласыздар. Немесе пропорциямен шығаруға болады. Пропорциямен сіздерге көрсетейін. 55.000-ді 100% деп аламыз. Ал бізде 15%-і белгісіз ғой. 15%-і белгісіз. Оны біз x деп аламыз. Так. Пайыздың астына пайыз жазылады, я? Енді 100-ді x-ға көбейтеміз. 100x болады. Тең 55.000-ді 15-ге көбейтеміз. Осы жерден x табатын болсақ, 55.000 көбейтілген 15 бөлінген 100. 2 номен 2 құтқаратта 550 көбейтілген 15 қалады. Бұл деген 8.250-ді береді. Енді бізде 2 iPad деп тұр ғой, сондықтан 8.250-ді көбейтеміз 2-ге. Сонда 16.500 болады. Яғни жауабы Б жауабы болады екен. Келесі есеп. Екінші есепке назар аударайық. Үшбұрыштың бір ішкі бұрышы 47 градусқа тең, қалған екі бұрыштарының қосындысы. Бұл жерде үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус екенін ұмытпауымыз керек, жаттап алуымыз керек. Сонда бізге есеп шығару оңай болады. Қараңыздар, үшбұрыш дейді, оның бір бұрышы 47 градус. Қалған екі бұрыштарының қосындысы. Оны табу үшін 180 градустан 47 градусты азайтып тастаймыз. Сонда бізде 133 градус шығады. Яғни Д жауабы болады екен. Келесі, радиусы 2 см шеңберге іштей сызылған квадраттың ауданы. Сызып алайық бірінші. Шеңбер саламыз. Одан оның ішіне квадрат салынған дейді. Енді шеңбердің радиусы 2 дейді. Енді квадраттың ауданын табу үшін мынадай бізде формула бар, диаметр арқылы. S тең D квадрат бөлінген 2. Осы бойынша шығарамыз. Енді бізде радиусы белгілі болса, диаметрін табуға болады. Диаметр бізде 2 R-ге тең, 2 көбейтілген радиуске тең, 2 көбейтілген радиуске тең. Енді D тең 2 көбейтілген радиус бізде 2-ге тең, яғни диаметр 4-ге тең екен. Енді мына формулаға келіп қоямыз. Сонда S тең диаметрі бізде 4, 4-тің квадраты бөлінген 2. Енді 4-тің квадраты бізде 16 бөлінген 2. 16-ны 2-ге бөлсек 8 шығады. Яғни есебіміздің жауабы 8 сантиметр болады екен. Келесі 4-ші есеп. Диаграммада 7-ші сынып оқушыларының оқу үлгерімі көрсетілген. Жалпы 7-ші сынып оқушылар арасында үздіктер және төмендер пайызы неше дейді. 7А, 7Ә, 7Б берілген екен. Қараңыздар, мына диаграммаға қарайық. Бірінші мына жақта үздіктер берілген. Үздіктер 7А-да мына жерде 5 қой. 5 үздік бар деген сөз. Келесі 7Ә-де 6. Міне мынаның 6-ның тұсына келіп тұр, сондықтан 6 болады. Одан кейін 7Б-да қараңыздар 3-ге келіп тұр, демек 3 үздік бар деген сөз. Сонда жалпы үздіктердің саны қанша болады? 5-ге 6-ны қосамыз, оған 3-ті қосамыз. Яғни жалпы үздіктер 14 екен. Так, енді бізге үздіктер мен төмендердің пайызын табу керек. Төмендер бізде, міне мында тұр төмендер. Жаңағы 7А, 7Ә, 7Б бойынша жазатын болсақ, бұл 1-ге сәйкес келіп тұр мына жерде диаграмма бойынша қараңыздар. Так, келесі 7Ә, бұл бізде 2 болып тұр, 7Б 3 болып тұр. Енді 3-ін қосатын болсақ, бізде 6-ға тең. Енді жалпы оқушылар санын тауып алуымыз керек қой, сондықтан мыналарды да есептейміз.
екпінділер бізде қанша екенін тауып жазып аламыз. Қараңыздар, екпінділер бірінші неде 7, иә, міне 7-ның тұсына көптір. 7А-да 7, одан кейін 7Б-әде 6, 7Б-да қараңыздар, міне 8-ге сәйкес келіп тұр, 8. Соларды жазып аламыз. 7, 6, 8. Одан кейін орташаларды есептейміз. Так, орташа бізде мына жерде 5, ал мынау бізде сәйкес келіп тұр 4-ге, яғни 4 болады. Одан кейін 7Б-да қанша орташа бар? Қарайсыздар, 5. Енді барлығын қосып есептеп аламыз. Мына үздіктер мен төмендерді қоссақ бізде 20 болып тұр, иә? 20 оқушы үздіктер мен төмендер болып тұр. Енді екпінді мен орташаны қосып аламыз. Так, екпінділер бізде 21 болады. Ал орташаларды қосатын болсақ 14 болады, иә? Енді біз барлығын қосып аламыз. Міне, үздіктер бізде 14 болды, екпінділердің жалпы саны 21 болды, орташалардың жалпы саны 14 болды, төмендердің жалпы саны 6 болды. Барлығын қосамыз да 7-ші сыныпта қанша оқушы бар екенін тауып аламыз. Сонда бізде қосқан кезде барлығын 55 оқушы шығады екен. 55 оқушыны 100% деп аламыз. Өйткені барлық оқушылар саны ғой, 55 деген. Енді бізге табу керек болған үздіктер мен төмендер бізде олар 20 оқушы болған. 20 оқушыны x пайыз деп аламыз. Біз пайызын табуымыз керек. Сондықтан оқушының астына оқушыны жазамыз. 20 оқушы бізде x пайыз. Осы x тапсақ есеп шығады. Пропорциямен көбейтеміз. 55-ге x-ті көбейтеміз. 55x болады. 20-ны 100-ге көбейтеміз. Енді x табайық. 20 көбейтілген 100 бөлінген 55. Калькулятормен есептеп шығарсаңыздар 36,136 пайызды береді екен. Яғни D жауабы болады. Келесі 5-ші есеп. Кестеде мектеп оқушыларының оқу үлгерімі туралы деректер келтірілген дейді. 7-ші сынып, 8-ші сынып, 9-ші сынып, 10, 11-ші сыныптар көрсетілген. Енді мына А және Б шамасын біз салыстыруымыз қажет. Жауаптар берілген. А шамасы бізде 7-ші сыныпта 4 пен 5-ке оқитын балалар саны. Ол бізде А шамасын береді. Ал Б шамасы 8-ші сыныпта 3-ке оқитын балалар саны. Ол бізде Б шамасын береді. Енді осыны табамыз. А шамасын табайық. А біз неге тең екенін табайық. Ол үшін 7-ші сынып дейді. 7-ші сынып міне. Енді осыдан 4 пен 5-ке оқитындар. 4 пен 5 міне белгілеп қойған қандай түс екенін. Яғни бірінші мен екінші тұрған 5 пен 4, 5 пен оқитындар 10 оқушы бар және 4 пен оқитын 20 оқушы бар екен. Міне, сонда барлығы 30. Келесі Б шамасын табайық. 8-ші сыныпта 3-ке оқитын балалар саны. 8-ші сынып көрсетілген. Одан кейін мынау бізде 5-ке оқитындар, мынау 4-ке оқитындар, ал мынау 3-ке оқитындар. Бұл бізде міне сәйкес келіп тұр 30-ға. Демек, ол да 30-ға тең. А мен Б бір-біріне тең. Яғни А жауабын белгілейміз. Келесі 6-шы есеп. Берілген фигурадағы x-тің мәнін тап дейді. Мұнда 2x, мұнда 3x, ал мына жер бізде тік болып тұр, 90 градус болып тұр. Так, енді бізде үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың косинусы 180 еді ғой, сол бойынша жазамыз. Сонда 2x қосылған 3x қосылған 90 градус, мына бұрышымыз тең 180 дейміз. 180 градусқа тең. Енді 2x пен 3x қоссақ 5x болады, плюс 90 градус тең 180 градусқа. Енді біз мына санды теңдіктің оң жағына өтіп жібереміз. Сонда 5x тең 180 градустан алынған 90 градус болады. Қарама-қайшы таңбамен өтеді. Сонда 5x тең азайтып тастасақ 90 градус болады. X-ті табу үшін 90 градусты бөлеміз 5-ке. Сонда x тең 18 градус болып шығады екен. Б жауабы болады. Келесі 7-ші есеп. А-ның Б-ға қатынасы 5-ке тең дейді.
Енді а шамасы 45, б бөлінген а, б шамасы 3-тен 1-ге тең. А шамасы мен б шамасын салыстыруымыз қажет. Енді бұл кезде мына б-дан а-ның мына жерде керісі адан б болып тұр, кері болып тұр. Демек, біз мынаны кері түрінде жазып алатын болсақ, мына бізде а бөлінген б тең 5 болып тұр ғой. Мына жерде бөлімінде 1 бар көрінбей тұрған, Енді біз керісінше адан б деп жазатын болсақ, адан б. Онда мынаны да керісін аламыз. Онда 5-тен 1 болады, Міне, кері түрінде жаздық. Немесе мына жерде қараңыздар. А бөлінген б тең 7 болуы мүмкін. Ол жағдайда сіздер адан б-ны табу үшін, мына жерде 1 бар деген сөз, осының керісін аласыздар, 7-тен 1 бола салады. Қазір біздің жағдайымызда 5-тен 1 болып тұр. Осыны мына а шамасының орнына қоямыз мына жерге кеп. Сол кезде 45 көбейтілген б бізде 1-ге тең болып тұр, ал а бізде 5-ге тең болып тұр. Сонда 45-ті 1-ге бөлсек 45, оны 5-ге бөлсек 9 шығады. 9 мен 3-тен 1 салыстыратын болсақ, әрине а шамасы үлкен болады, а шамасы үлкен б шамасынан деген жауапты белгілейміз. Келесі 8-ші есеп, егер 2х минус 3 үлкен 1-ден болса, x-тің ең кіші бүтін мәні тап. Бұны шешу үшін, қараңыздар, 2х минус 3 үлкен 1-ден дейді. Осы теңсіздікті шешуіміз керек. Ол үшін 2х-ті қалдырамыз да, 1-ді жазып, мына минус 3-ті мына жаға қарама-қарсы таңбамен өткізіп жібереміз. Сонда плюс 3 болады, Сонда 2х үлкен 1-ге 3-ті қоссақ 4. Х тауып алу үшін 2-ге бөлсеміз 2 жағын, сонда х үлкен 2-ден болады. Х бізде 2-ден үлкен екен. Енді бізде х-тің ең кіші бүтін мәні дейді. 2 бізде шешімдерге кірмейді. Яғни 2-ден кейінгі сан 3, демек 3 деген жауапты белгілейді екенбіз. Келесі 9-ші есеп. Мына теңсіздікті қанағаттандыратын аралықты табыңыз дейді. Бұл аралық, яғни мына жерде x қандай аралықты қанағаттандырады? 0 қанағаттандырмайды, шешімдер жиынына кірмейді. Яғни 1-ден 5-ге дейінгі сандар осы x деген мына теңсіздікті қанағаттандырады. 5 бізде осы шешімдер жиынына кіреді, өйткені бізде мына жерде кіші немесе тең деген белгі тұр, Енді жауаптарға қарасақ, 0 мен 15 дейді. 15 бізде мына шешімдер жиынына кірмейді, асып кетеді. Бізде 1-ден 5-ге дейін сандар болу керек. Минус 5 пен 5 шешімдер жиынына кірмейді. Мына теңсіздік қанағаттандырмайды. Бұл жердегі тік жақша дегеніміз минус 5 осы теңсіздік қанағаттандырды. Яғни минус 5-те осы теңсіздікті қанағаттандырады деген сөз. Ал мына жер жай жақша деген ол шешімдер жиынына кірмейді деген сөз. Енді 3 пен 4. Бұл бізде дұрыс жауап болады, себебі бізден 1-ден 5-ге дейінгі сандарды алуымыз керек еді. Яғни 3 пен 4 осы теңсіздіктерді қанағаттандырады. Келесі есеп, 10-ші есеп. Суретте көрсетілген егістік жердің ауданы дейді. Бұл есепті 2 жолмен шығаруға болады. Бірінші жолы, қараңыздар, мына егістікті толықтырып аудан табатын болсақ, S-тең. Онда мына бізде ені 50 болып тұр, ал ұзындығы қанша болады? Ұзындығы жалпы 70, Ұзындығы 70, ені 50 болады. Онда 50 көбейтілген 70, Яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең ғой ауданы. Онда 3500 болады екен. Бұл бізде жалпы егістіктің ауданы тауып алдық. Ал бізде мына жер артық болып тұр, Мына аудан артық. Демек, оны осы берілген ауданнан азайтып тастауымыз керек. Онда мына жерде бізде ені белгілі 20 болып тұр. Енді біз мына жердегі ұзындығын табуымыз керек. Ұзындығы белгісіз. Енді қараңыздар, мына жер 30 болса, мына жерге дейін 30 болса, жалпы бізде 70 еді ғой. 70-тен 30 алып тастасақ, мына жер шығады. Яғни 40. Сонда оның ауданын табу үшін, яғни ені
20, ұзындығы 40. 20-ны көбейтеміз 40-қа. 800 болады, я. Енді 3500-ден 800 азайтып тастайсыздар. Қанша болады? 2700 болады, я. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы мына жақты толықтырмай, бұлай бөліп алып, немесе бұлай бөліп алып шығарсақ болады. Бұлай бөліп көрейік. Онда біз екі төртбұрышқа бөліп алдық, я. Бірінші төртбұрышымыздың ені мен ауданын табайық. S1. Ұзындығы 50, ал ені 30. Я, міне, 50-де 30. 50-ді көбейтеміз 30-ға. Сонда 1500 болады. S2-ні табайық. S2, міне. Қараңыздар, мына жерге дейін 30 болды. Ал қалғанын табу үшін 70-тен 30-ды алып тастаймыз. Мына жер 40. 40. Ал мына жағымыз мына жерге дейін 20 болса, 50-ден 20 алсақ, мына жер 30 болады екен. Демек, 30 көбейтілген 40. Ол 1200-ге тең. Енді бізде екеуін қоссақ, жалпы егістіктің ауданын табуға болады. Сонда 1500-ге, қараңыздар, 1500-ге қосамыз 1200-ді. Сонда 2700 болады. Қалай шығарсақ та жауабы 1 болады, я? Келесі есеп 11-ші есеп. Суретте АН тең НБ тең БЦ дейді. АБЦ түзу, АНБ 64 градус. АНС бұрышының шамасын табыңыз дейді. Мына суретке қарасаңыздар. АН, НБ және БЦ бір-біріне тең. Және мына бұрыш 64 градусқа тең дейді. Енді мына АНБ бұрышын ғана қарастырайық. АНБ бұрышының, үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосыңыз 180 градусқа тең дедіге. Енді 180 градустан 64 градус алсақ, мына екі бұрыштың қосындысы шығады. Сонда 180 градустан 64 градусты тең болады 116, я. Енді мынау бізде екі бүйір қабырғасы тең болғандықтан бұл тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр. Ал тең бүйірлі үшбұрышта мына екі бұрышы бір-біріне, табандағы екі бұрышы бір-біріне тең болады. Яғни бұлар тең болғандықтан 116-ны 2-ге бөліп тастаймыз. Бөлеміз 2-ге, тең болады 58-ге. Сонда А бұрышы 58-ге тең, Б бұрышы да 58-ге тең. Енді мына жерге қарасаңыздар, бұл мына екеуі сыбайлас болып тұр, я? Сыбайлас бұрыштардың қосындысы да 180-ге тең. Олай болса, мына жақты табу үшін 180-нен 58 азайтып тастаймыз. 180 градустан азайтамыз 58 градусты. Так, 122 градус болады. Сонда мына жеріміз 122 градусқа тең екен. Енді бұл жерде дәл солай мына екі қабырғасы тең болғандықтан бұл тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр, я? Енді жаңағыдай осы үшбұрышты ғана қарастыратын болсақ, 180 градустан 122 градусты алып тастаймыз. 180 градустан алып тастаймыз 122 градусты. Сонда 58 градус шығады. Енді мына тең бүйірлі болғандықтан бұның екі бүйір бұрыштары да тең болады, я? Сондықтан 58-ді 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда 29 градус шығады. Енді бізге табу керек АНС бұрышы еді ғой. Міне қараңыздар, мына жер 29, мына жерде 29 градусқа тең болады. Енді бізде АНС бұрышын жалпы мына жерді табу керек қой. Сондықтан 64-ге 29-ды қосамыз. 64-ге қосамыз 29-ды. Сонда бізде шығады 93. Яғни Е жауабы болады екен. Келесі 12-ші есеп. Графикте Асан мен Үсеннің бір апталық шығындары келтірілген. Алғашқы екі күндегі Асанның шығындары. Қазір мына жерде белгіленіп тұр, қайсысы Асан, қайсысы Үсен. Міне мына түспен тұрғаны Асан, мынау бізде Үсен екен. Ал бізге табу керек Асанды. Яғни мынаған қараймыз. Бірінші күні 400 теңге жұмсаған, екінші күні 250 теңге жұмсаған. Міне осы тұсқа келіп тұр. Қазір 400 міне 250-не. Яғни бірінші екінші күнін қосамыз. 400-ге 250-ді қоссақ 650 болады екен. Келесі натурал жоп жай санды тап дейді. Бірінші натурал деген ұғымға тоқталатын болсақ, натурал санауға болатын сандар, я? Яғни 0 натурал сан болмайды. 1-ден шексіздікке дейінгі сандар, олар натурал сандар болатын. Ал жұп дегеніміз, жұп сан дегеніміз 2-ге қалдықсыз бөлінетін сандар. 2, 4, 6, 8, 10 деген сияқты. Тақ деген санда бар, ол
2 қалдықпен бөлінетін 1, 3, 5, 7 деген сияқты. Енді келесі жай сан. Жай сан ол 1-ге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Мысалға 7, 13, 23 деген сияқты. Ал құрама сан бірнеше сандарға бөлінеді. Мысалға 12, 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге бөліне береді ғой. 14, 20 деген сияқты сандар құрама сандар болады. Енді бізде натурал және жоқ және жай сан болып тұрған сан ол бізде 2 екен. Так, мынаны жаңа шығардық, иә. Радиус 2 сантиметр шеңберге іште сызылған квадраттың ауданы тап деген. Бұны жаңа шығарғанбыз. Радиусы 2 болса, міне ауданы бойынша табамыз. Ауданы d квадрат бөлінген 2. Бұл жердегі d бізде диаметр деп айттым, иә. Диаметр. Енді диаметр дегеніміз ол 2 r-ге тең. d тең ол 2 r. Осыдан d-ні тауып алсақ, 2 көбейту 2 4-ге тең. 4-ге тең. Мына формулаға қойсақ, s тең 4-дің квадраты бөлінген 2. 4-дің квадраты 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8. Яғни мына b жауабы болады екен. Келесі 15-ші соңғы есеп. Егер параллелепипедтің сәйкес жақтарының аудандары берілген болса, оның қырларының ұзындықтарын табыңыз. Яғни мына сәйкес жақтарының аудандары берілген. Әрқайсы сәйкес жақтарын қарайтын болсақ, ол 4 бұрышты береді. Бірінші мына 4 бұрышты қарастыратын болсақ, ені мен ұзындығының көбейтіндісі бізге ауданды береді ғой. Яғни s тең бізде a көбейту b еді ғой. Осы жерден s бізде 35-ге тең болып тұр. a көбейтілген b. Яғни қандай екі санның көбейтіндісі 35-ті береді? 7 мен 5-тің, иә. Бұл жердегі ең үлкен сан 7 болғандықтан бұл ұзындығы болады. 7 ұзындығы 5 ені болады. Келесі мына жақты қарайтын болсақ 15, яғни аудан 15-ке тең a көбейту b. Бұл жерде де екі санның көбейтіндісі 5 пен 3 қой. 5 ұзындығы болып тұр, ал 3 ені болады. Мына жер болады 3. Келесі 21, тоже 21 дейміз, тең a көбейтілген b. Екі санның көбейтіндісін беріп тұр ғой ауданын. Енді ол қандай сандар? 7 мен 3, иә. 7 деген ол ұзындығы болады, ал 3 ені болады. Сонда бізде сәйкес қырлар олар 7, 5, 3 болады екен. Жауабы сонда 7, 5 және 3 болады екен.